Assalamu alaikum, qadrli televizor ko'ruvchi do'stlar. Efirde janede karaoke show ko'rsatuvi. Aylardың sultаны hisoblangan Ramazan ayı barchangizga qutlug' muborak bo'lsin. Бұл ayda tilеген барлық tileklaringiz, жақсы ниеттеріңіз hammasi qabul bo'lsin. Bizde тамашалап отырған siz azizlerге жақсы kayfiyat inam etуді maqsad etкен halda ko'rsatuvimizning navbatdagi sanын nazaringizga ұсынамыз. Marhamat, тамашалап көңілді демалың. Көрсетуімізді суретке алуда жақыннан жәрдем бергенлігі үшін пайтақтымыздағы Шадель ресторанына өз minnetdarchiligimizni білдіреміз. Көрсетуіміздің бүгінгі мейманын халқымыз juda жақсы көреді. Дөретушілікті басылағанына 25 жылға шамалас уақыт болған. Сол жылдар аралығында өлмес, juda бір халқымызға жағымлы қосықлар дөретуге мияссар болған. Қарақалпақ эстрада жұлдызы деп айтуға нағыз лайық инсан. Көрсетуіміздің бүгінгі мейманы Өзбекстан hamda Qoraqalpog'iston республикаларына қызмет көрсеткен артист, Нихал сыйлығының лауреаты Мақсет Өтемұратов. Мақсет аға, көрсетуімізге қош келіпсіз. Рамазан айы мүбәрек болсын. Рахмет, Бақбергенжан, рахмет. Сондай бір ажайып көрсетуге, сондай бір ұлыстың ұлылығына, мұсылман халқының үлкен байрамы Рамазан айт байрамлар қарсаңында мұрат еткеніңіз үшін. Hamımızga, ixlosmandlarimizga, xalqimizga Ramazan ayı mübarek болсын. Hamımızga bir omadli, baxtli ay болсын. Sizin bugün көрсету meyman ekeningizді көріп, ixlosmandlar еледе ekrан қарсысына жақырақ отырып, сізден жақсы қосықлар күтіп атқан болса керек. Сіз өзіңіз нелерді күтіп атсыз? Көп болмады, бұл караокенің пайда болғанына. Дегенменен қазір Қарақалпақстанда көптеген ресторанларда, кафелерде ixlosmandlarimiz hamma o'zining жақсы көрген, өзінің сүйіп тыңдайтын қосықларын семья ағзаларымен бірге келіп, сол кафелерде өзінің қосықларын айтып атады. Біздер сол куәсі боламыз. Бірақ сол біздер сол ресторанларға жора жолдастармен барғанымызда шауқымнан шаршағаннан кейін сол колонкілерді әстен қойын, өйтін біздер бір ауқатланып алайық деп көбінше не қыламыз. Бірақ енді бүгінгі көрсетуді ескенімде караокеден қосық айтып тұру керек ғой деген ойлар келді де театрған пайтында. Енді қолдан келгенше сол ықласмендтерімізге айтып береміз, Құда қаласа берсе. Әлбетте, біз сенеміз, себебі ұстасына фарқы жоқ дейді ғой. Әлбетте, ұстаз қосықшысыз. Бүгін сізді көрсетуімізді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Рахмет. Мақсат аға, көрсетуіміздің шарттарын бастаймыз. Мархамат. Көрсетуіміздің бірінші басқышы жеке репертуар деп аталады. Яғни сіз бұл басқышта өзіңіздің жеке репертуарыңыздан қалеген бір қосықты атқарып беруіңіз керек. Ықласмендтеріміз, халқымыз барлық жерде жүрген жерлерімізде сұрап едім. Бірінші қосығыңыз қайсы қосық? Мәселен, көп ықласмендтеріміз бір-бірімен таласып, тарбасып атқан уақытлар, спорласып атқан уақытлар болады. Мәселен, бірінші қосық біреулер Гөзал сенімен сүйіп қалдым десе, біреулер айтады, яқ бағыша дейді, яқ жолыңда қаншама дейді. Ол қосықтың негізгі аты Ішқы дебдуі деп аталады. Жұмабай Жемұратов сөзіне, Шамрат Төлегенов музыкасына, Полат Түлекеев аранжировкасында ең бірінші 98 жылдар айтылған қосық Ішқы дебдуі болып есептелінеді. Сол 97 жылдарға қайтсақ, Ішқы дебдуіні айтсақ. Негізгі бірінші қосығыңыз Ішқы дебдуі. Әлбетте. Мархамат, олай болса тыңдаймыз. Рахмет, қолдан келгенше атқардық. Баяғылары жаңағы ұстазларымыз қосық айтып атқан пайтта өзінің қосығын өзі ұмытып қалатын уақытлар болатын еді. Мен ойлайтын едім, бұл қалай? Сонда өзінің қосығын өзі ұмытып қалады. Өзге туған күн баспаққа туады дегендей, өздеріміз ұстаздарымызда, өздеріміздің репертуарымыздағы қосықларымыздың қосық қатарларын расын айтқанда ұмытып қалатын едік. Бұл караокенің көздің алдына тегістілерін әкеп тұратын жері зор екен. Жүда жақсы. Мақсат аға, жақында ғана өзіңіздің жеке концертіңізді халқымызға инам еттіңіз. Концертпені харма, концерт тәжірибешілері шаршатпады ма сізді? Халқымыз жақсы күтіп алды. Енді әлбетте бір жыл давамында халқымыз сондай қапесте жүдә бір машақатлы күллерді, ауыр күллерді басымнан кешірді. Дегенменен мардана халқымыз сол қиыншылықтарды мардана тұрып жеңіп шықты. Міне қазір көрсеткіштерге қарағанда 97-98% бұл кеселікті жеңді халқымыз.
сондан кейін бір дөретуші инсан сол халқымыздың кеуіл кайфиятларын көтеру мақсатында расын айтқанда да сол қадірдалыларымызды, халқымызды, ықыласмендерімізді сағындық. Соның үшін сол концертімнің атамасынан сағындым деп қойдық. Расын айтқанда сол гүзал өмірді сағындық. Әлбетте. Әрбір нәрсенің жақсы һәм жаман тарапы бар. Танықлы инсан болу сізге қайсы тарапыларымен жақсы, қайсы тарапылары сізді нелерден айырды деп ойлайсыз? Жақсы тарапы ол халқымызға жақсы. Өзімізге жақсы емес. Себебі бұның жаман тарапылары жүр көп. Себебі әмме затты сол елестіріп тұрады да. Сынап қарайды. Әмме сынап қарайды. Енді әмменің кеуілінен шығу қиын. Мәселен, бір адамның кеуілінен шыға алмадың ба, ол адам мың адам қайтады. Мені қапа қылды мақсат, не қылды, ондай қылды, бұндай қылды деп та. Мың адам қайтады. Соның үшін бір адамдан қапа қылмауға ұрыну керек та. Бірақ бәрібір арасында. Бірақ табылады. Халқымыздың ішінде жүргенде, мәселен концертлерде, той мерекелерде жүрген пайтта айту, я мысалы бір қолың тимей қалатын уақыттар болады. Сол кездері бір инсанды, я мысалы бір ықыласмендімізді ренжітіп қойсақ, һәм сол ықыласмендіміз бір не қылып кек сақлап, мені қосықларым тыңлайтын болса, тыңламайтын болып, басқа қосықшыға өтіп, сондай уақытларым болады. Бірақ дегенменен кейін түсінеді. Бірақ дегенменен сол адамның жаман көргеніменен көп адам жаман көріп қалады да. Барлық уақытта сол халқымыздың ітібарына қарап, халқымыз қандай затты ұнатады, халқымыз қайтсем қол шапалақ ұрады, қайтсем жаман көреді. Қазір халқымыз сынап қарап отыр біздердің интервьюімізге. Себебі бір сөзді айтсаң көп болып кетуі мүмкін, бір сөзді айтпай қалсаң кем болуы мүмкін. Я мысалы бір сөз, бір мақтаншақлық сөзді мағынаны беріп кетуі мүмкін. Соның үшін сол ықыласмендерімізден, халқымыздан абайлырақ болып сөйлескен жақсы болады. Сол, мен де жеке өзім сол интервьюға даярланып отырып, жүда бір сынап, мақсатаға қандай адам екен деп сіз берген интервьюларды тамашаладым алдыңа. Һәм мен өзім жеке пікірім, жүда бір кемтар, әзілкешілікпенен жауап беріп, әрбір сұрауға өзімшілікті көрмедім интервьюларыңызда. Сондай дәреже кішіпейіл қадым ауылдың баласындай болып әмеміне жеңіл сөйлесіп отқаныңызды көрдім. Соған қарамастан, қазір сіз айтып отырғандай, сыртыңыздан сын пікір айтушылар табылады әрдайым. Жүда көп. Бәлкім ювелді араққа тасатады дейді. Сол сын пікірлерге қалай қарайсыз? Енді сын пікірлерге бәрібір ол тәсір етеді адамға жаман. Тәсір етеді. Мен өзім бұрыннан интервьюларымда да айтамын, енді ашу шақлауға, жаңағы ашуым ғазебім тезірек келеді он заман, бірақ дегенменен 10-15 минуттың ішінде кетіп қалады. Бірақ сын пікірлердің ең түпкірін біліп, өзім айыпкерлігімді сезсем, сын пікірді жақсы қабылдаймын. Бірақ еш жерде исат жоқ, сол сын пікір білдірген мәселен сол ықыласмендерімізге сәл қапалау болып қоямын. Сын пікірдің ең жаман тарапы менің ойымша, мәселен, сіз тек өзіңізге ғана тәсір етпестен, шаңырақ ағзаларыңызға да тәсір етеді. Себебі мәселен, қазір көз тимесін, ұлыңыз үлкейді, қызыңыз үлкейді. Оның жора жолдастары оқиды оны. Мәселен, білдіріліп жатқан интернетлерде сын пікірлерде. Сол тарапы ең жаман тарапы болса керек сын пікірлер. Әлбетте. Папа, сізді мынандай интервьюда жаңағы сіз ақында сондай интервью берген, деген өзім перзенттеріме айтып отырады. Сізден көбірек қиналып отырады олар. Әлбетте, менен көбірек қиналады. Бірақ дегенмен барлық ол шаңырақ ағзаларымызбен бірге отырған пайтта сондай пікір білдірген екен, сондай қылған екен деп бұл мәселелерді мәселен дастархан басында додалаймыз. Һәм түсіндіремен, егер өзінде айып болса, сондай білмей қалып, сондай болды деп өзім ойлаймын. Егер сол жерде менің қате кемшілігім болмаса, ол жерде мынандай еді, бірақ сол мынандай деп айтылды деген нелерді сол шаңырақ ағзаларында туған туысқандарыммен, аға ажапаларымен біргелікте пікірлескенде соны айтамыз. Бірақ дегенменен мен ықыласмендеріме рахмет айтамын. Себебі мені қолап қуатлайтұғын, мәселен, осындай дәрежеге жеткеріп отырғанам, сол халқымыз, ықыласмендеріміз, мәселен, маған сол бір тас лақтырса, сол менің хақиқи ықыласмендерім сол тас лақтырған адамды тауып алып, профильдерін тауып алып, көрсек, бірінші сөйлесіп алайық. Бұның саны қандай инсан екенін білмейсің, көрген жоқ, сөйлескен жоқ деп менің тарихымды алатын инсанларым көп. Соны Құдайға шүкір деймін. Сол ықыласмендерімді әмеше ықыласмендерімді жақсы көріп қаламын. Карантин уақытында қосықшылар арасында көп челленджлер өткерілді. Челленджлердің арасында алжаспасақ, сіздің перзенттеріңіз де қатынасты.
перзентлеріңіз үлкейіп қалған болса керек, шаңырағыңыз hakkında қысқаша. Әлбетте, енді үлкен қызым Қарақалпақ мемлекеттік университетінде, английский язык факультетінде 2-ші курс, балам Сәлім бұл 10-ші класс даярлықта, онан кейінгі балам 7-ші класс, онан Зауырбек, онан кейін Ілхамбек деген балам 1-ші классқа биыл барды. Енді әлбетте балалар ержеткен сайын сол дөретушілік қылуам сәл қиынласады, себебі жаңағы шаңырақта әрбір қосыққа пікір білдіретін адамдар көбейеді. Пікірлер көбейеді. Аба бұл қосықты айтпауым керек еді, болмаса бұл қосықты мынандай айтуға бола ма, айтсаңыз болмай ма деген пікірлерді білдіреді. Бірінші тыңдаушылар бәрі бірінші бағасын береді. Олай болса, мақсатқа көрсетуіміздің кейінгі басқышына өтеміз. Көрсетуіміздің екінші басқышы ретро деп аталады, яғни біздің халқымызда сондай қосықлар бар, халқымызға ят болып кеткен. Бұл қосықларды еш нәрсеге қарамастан, яттан атқара береді. Музыкада шарт емес, олар қуанышлы күндерінде отырып, екі адам жиналып, көңілді күйпиятты атқара беретін қосықлар бар. Кейінгі әулет қосықшылары бұл қосықларды қайта істеп, қайта аранжировка қылып атқарып атырғаны болса, бұл қосықлардың еледе өмірінің ұзаюына жәрдемші есебінде қызмет етеді. Міне осы ретро деп аталған басқышта сіз бізге ықыласменділерімізге осындай қосықлардан бірін атқарып беруіңіз керек. Елі жаңа сахна сол қадем қойып атылған пайтыларда сол Қалиладар Назаров сөзіне, Нұрназар Қалибек намасына, Нұрназар аға ұстазымыз композитор өзінің атқарған қосығы бар еді. Жақсылығым сен мені таслап барасаң. Мәселен, сол пайтылары сол той мерекелерде әзірем, мәселен, көпшілік орта жастағы сол ағаларымыз, інім сол қосықты айтып бер, жақсылығым сен мені таслап барасаң деп сол қосықлар сұрай беретін еді. Менім сол қосықты неге тұр жақсылығымыз кетіп баратқандығы ма, әзір сол қосықты айтқым кетіпті. Мархамат, олай болса тыңдаймыз.
барасың ығызып баратыны мінген кемемді жастығым сен мені яурай таслап барасың жастығым сен мені яурай таслап барасың Көрсетуіміздің бұл басқышы жаһан эстрадасы деп аталады. Яғни сіз бұл басқышта Қарақалпақ эстрадасынан өзге өзіңіз қалеген эстрада, мүмкін ол қоңсылас қазақ яки тәжік я қырғыз эстрадасынан болуы мүмкін, өзбек эстрадасынан болса да болады. Енді онда қазақ эстрадасының әжайып қосығы бар. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген, анашым деген. Сол қосықты айтып берсек, Мақұл. Шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған соң қарыңмын, қияға шарқарыңмын, бәйгіге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаның өзің деймін, жандауа сөзің деймін. Анашым сен ойласам, көз ілмеймін. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Аналар темасы бұл таусылмайтұғын, өлмейтұғын тема, әлбетте. Сіздің де репертуарыңызда жүда бір анаңызға арнап атқарған қосықларыңыз, халқымыздың аналарына арнап атқарған қосықлар жүда көпшілік. Әлбетте, енді қазір бұл
қосықты айтып отырғанда да күйеулі босап жатырды да дегенмен сол ана жаным есіме түсіп жатыр. Сол анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар әлбетте қартаймайды. Ананы ең ақырғы мәнзіліне ұзатқаннан кейін басқаша дәрежеде. Соның үшін айтылған қосық екен, бұл анасы бар инсандар еш уақытта сол еш затты ойламайды. Сол мен ойлаймын, сол анасы бар адамдар сол анасын ойлау керек, ана жанын ойлау керек, көп сол анасының дуасын, пәтиясын алу керек деп ойлаймын. Сол бар уақытта сол аналарымыз бақытымызға аман болсын, анасы бар адамдар еш уақытта қартаймасын. Айтқаныңыз келсін. Сіз сол интервью берген уақытыңызда, интервьюларыңыздың бірінде мен жүда бір ерке болғаным, қазір ерке болып жүргенім. Бір уақытлар мен анам жүда қатты еркелетіп тастаған, содан кейін мен еркемен деп айтқан екенсіз. Дұрыс. Алдыңғы бір интервьюларыңызда, сол анаңызда интервью алғанда, ол анаңыз айтқан, мен мақсаттен көп сенетін адамым жоқ деп айтқан екенсіз де. Сіз халқымызға жақсы перзент болып қалмастан, сол үйіңізде ата-анаңызға да көз тимейтін жақсы перзент болғансыз. Көпшілік перзентлер бүгін бізді тамашалап отқан сізден бір жанлы мысал есебінде өздеріне үлгі алса, жүда мақсатқа muvaffaq болар еді. Рахмет. Мархамат, көрсетуіміздің келесі басқышына өтеміз. Әуес жүда жақсы сезім, яғни инсанлар кімгедір, кімдіңдір қайсыдыр істеп отырған жақсы ісіне әуес еткен алды, біз де бір жақсы затларға себепші болуымыз мүмкін. Көркем өнерде де сондай, әлбетте дәсілеп сіз де сол ұстазларға әуес еткен алды бұл жолды танылған болсаңыз, бүгінгі күнде де бәлкім қайсыдыр бір қосықлар тыңлап тұрып, жүда зор қосық екен деп әуесіңіз кететін шығар сол қосыққа, сол қосықтың жүргізушісіне. Әлбетте, енді халқымыздың ажайып қосықшысы қадырдан ағамыз, бірге жас үлкен аға жора, аға дос, Қарақалпақ эстрада жұлдызы, қосықшысы. Біздерден 3-4 жыл бұрын өзінің ажайып қосықларыменен халқымыздың жүрек төрлерінен орын алған ажайып достымыз Алишер Алламбергеновтың репертуарларына жақсы лирикалық қосықларын жүда бұрыннан ықыласпен. Біздер ойлауы мүмкін қосықшыларға ондай ықыласпен болмайды. Кеулі жаңағыдай нелер тарлау бір инсандар біздерді қасқысы келеді. Салыстырып тастайды. Қасқы бір-бірімізге дұшпан қылғысы келеді. Дегенмен біздер ондай инсандардан емеспіз. Біздер әмме қосықшылар бірігіп, бір отырыста отырып, бір-біріміздің қосығымызды айтып, бір-бірімізге әуес етіп жасаймыз. Той мерекелерде біреулер жаңағыдай мен Алишер Алламбергеновті шақырып едім, сізден шақыра жақпан, екеуміз боласыз ба деп қояды да, мәселен да. Бір тойда болуға бола ма деген сұрақтарды айтады да. Мен айтатпан, біздерге Қарақалпақ эстрада қосықшыларының бәрін шақырдың тойыңызға. Бәрі бір үйдің балаларындаймыз біздер. Деп жатырмыз да, ол бір кезектесіп айта береміз. Ешқандай бір-бірімізді мәселен қызғанушылық, басқа позиция жоқ. Бір үйдің балаларындаймыз. Мен қадырдан достым, ағам Алишер Алламбергеновтің естілеп тұр мені деген қосығын қолдан келгенше енді Алишер көріп отырған болса, сіздей атқара алмаймыз ғой, бірақ дегенменен соған жете қаба қылып атқарсаған болады. Мархамат, тыңлаймыз.
қайта түсін жаным мен білмедім кімде дор айып сонда да жолыма қарап естеп тұр мені түсін жаным мен білмедім кімде дор айып сонда да жолыма қарап естеп тұр мені қайталмай қаларсаң сен өз бақытыңды қайтара алмай ішкі сезім сырларыңды маған айта алмай жалғыз қалғаныңда жаным есеп тұр мені ішкі сезім сырларыңды маған айта алмай жалғыз қалғаныңда жаным есеп тұр мені Aylanıp kelmez Kövlüm azaplar Bir bende bilmez Bu keng dünya gözlerime tar bolar sensiz Kövlüm sağınganda Canım eslep tur meni Bu keng dünya gözlerime tar bolar sensiz Kövlüm sağınganda Canım eslep tur meni Eslep tur meni Сәл ішінде бір-екі жерінде қате кемшіліктер болды. Болмағанда Әлішердің өзі Мақсат достым соғысты алағы деп айтайын деп тұрып еді. Жайып, бәлкім сол қате кемшіліктер мендем алағы деп айтады болса. Мақсат аға көрсетуіміздің бұл басқышы күтілмеген қосық деп аталады. Яғни көрсетуіміздің 4 басқышы давамында сіз қосық танлау, өзіңіз қалеген қосықтарды сайлап атқару имканиятына ие болған болсаңыз, бұл басқышта сізде қосық танлау имканияты жоқ.
экранымызда 1-ден 16-ға шейін сандар келтірілген. Сол санлардан бірін танлауыңыз керек. Һәм сол санның астында әрбір санда қосықлар жасырынған. Сол сізге танылған санның астындағы қосықты атқарып беруіңіз керек бізге. Онда сол бірінші сандарын. Бірінші сан. Мархамат. Көрдіңіз, бірінші санның астында Даутбай аға Қайыповтың атқарған інтизар саған қосығы еді. Сіздерді қайта сетіп болғысы айтқансыз? Енді марқұм ұстазымыз, Ғайбана ұстазымыз, біздер бұл санды көрмедік, бірақ қосықларын естіп өстік. Бірақ перзенті Бақадыр аға, Қадырна ағамыз бұл қосықты ең бірінші болып Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің Наурыз байрамында інәм етіп едік. Мархамат, қазірде сол караокеде сіздің атқаруыңызды тыңдаймыз. Рахмет Мақсатаға, жүдә бір жақсы атқару болды. Әмде сол көрсетуіміздің соңына қарай бұл шоқ қосық болғаны да еледе сол ықыласпенділерімізге жақсы кейпият наметі деп ойлаймыз. Рахмет, сау болың. Бұл көрсетуге бірінші нәубетте көрсету жәмәтіне, өзіңізге, Бақбергенжан, рахмет айтамын. Жұмысларыңызда творчествоға табыс тілеймін. Зор көрсету екен, Құда қаласа бұл көрсетуді әлбетте халқымыз, ықыласпенділеріміз қызықсынып көреді деген үміттемін. Сізге де көрсетуімізге уақыт тауып, мейман болғаныңыз үшін мінедашылық білдіреміз. Алдағы жұмысларыңызға табыстар, шаңырағыңызға амандық тілейміз. Әрдайым сол халқымыз жақсы көретұғын қосықшы Мақсат Өтемұратов болып қалу, қала берді сізді танығандар құрмет ететұғын жақсы инсан болып қалу бақты сізді ешқашан тәрк етпесін. Рахмет. Сау, саламат болың. Рахмет, сау болың. Көрсетуімізді суретке алуда жақыннан жәрдем бергенлік үшін пайтақтымыздағы Шадель ресторанына өз мінетдаршылығымызды білдіреміз. Біз ойлаған сілерімізді кеуілдегдей етіп әмелге асыруымыз үшін бірінші нәубетте шаңырағымызда амалдық әмде кеуіл кейпиятымыз жақсы болу керек. Біз сіздің кеуіл кейпиятыңыздың жақсы болуына аз ғана болса да үлес қоса алған болсақ, демек бұнан қуанышылымыз. Шаңырағыңызға болса амалдық тілейміз. Сау, саламат болың.